Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Төребек қызы Бақнұр. Менің қорғайтын тақырыбым эпидемия және пандемия. Жалпы жоспарға келетін болсақ, ең бірінші бұл бізде кіріспе, екіншісі эпидемияның анықтамасы, үшіншісі пандемия ұғымы, төртіншісі эпидемия мен пандемияның жалпы айырмашылығы, бесінші жұқпалы аурулардың таралу жолдары, алтыншы эпидемия мен пандемияның пайда болу себептері, жетіншісі тарихтағы ең ірі індеттер, 8 COVID-19 пандемиясы, 9 алдын алу және күресу шаралары, және 10 қорытынды. Жалпы кіріспеге келетін болсақ, эпидемия мен пандемия дегеніміз не? Эпидемия мен пандемия бұл адамзат тарихындағы жиі кездесетін әрі үлкен қауіп төндіретін құбылыс болып келеді. Олар қоғамның денсаулығына, экономикасына, осы адамдардың күнделікті өміріне тікелей әсер етеді. Бұл тақырыптың жалпы өзектілігі жұқпалы аурулардың алдын алу және оларға қарсы күрестің маңызын түсіндіру. Жалпы эпидемия ұғымына келетін болсақ, эпидемия дегеніміз бұл белгілі бір аймақта немесе аумақта болатын жұқпалы аурудың күрт артып, көп адамдарға таралу процесін бізде эпидемия деп атаймыз. Эпидемия көбінесе грипп, қызылша, тырысқақ сияқты аурулар кезінде байқалады. Ал пандемия ұғымына келетін болсақ, пандемия бұл бізде эпидемияның ең жоғарғы түрі болып саналады. Ол яғни ауру тек бір ғана аймаққа емес, бірнеше мемлекеттерге, тіпті құрлықтарға таралу процесін бізде пандемия деп атаймыз. Эпидемия мен пандемияның жалпы айырмашылығына келетін болсақ, ең бірінші бұл бізде таралу аймағы. Яғни эпидемия бұл бір аймаққа ғана таралған болса, пандемия бұл бірнеше мемлекеттерді қамтиды. Ал екіншісі бұл бізде қамтитын халық саны. Эпидемия кезінде ауру белгілі бір халық тобының арасында тараса, екіншісі пандемия бұл бізде бүкіл әлем халқының көп бөлігіне әсер етеді. Ал үшіншісі бұл бізде бақылау деңгейінің айырмашылығы, яғни эпидемия кезінде жергілікті денсаулық сақтау органдары бақылап, шектеу шараларын енгізсе, ал пандемия кезінде халықаралық деңгейде үйлестірілген әрекеттер қажет етеді. Яғни бүкіл аумақтағы ұйымдар қатысып отырады. Төртіншісі бұл бізде салдары, яғни эпидемия көбіне аймақтық, әлеуметтік және экономикалық қиындықтар туғызса, ал пандемия жаһандық экономикалық дағдарыс пен осы әлеуметтік өзгерістерге алып келіп отырады. Және де осы пандемия мен эпидемияның инфекцияларының жалпы таралу жолдарына келетін болсақ, ол бізде ең бірінші ауа тамшы арқылы. Ауа тамшы арқылы бізде жөтелу, түшкіру арқылы адамдарға жұғады. Ал екіншісі бұл бізде байланыс немесе тұрмыстық жолмен. Ал үшіншісі бұл бізде тағам және су арқылы болса, төртіншісі бұл бізде жәндіктер мен жануарлар арқылы жұғып отырады. Жалпы эпидемияның пайда болу себептеріне келетін болсақ, эпидемия бұл бізде ауру қоздырғыштың мутант болуы болып саналады. Және адамдардың иммунитетінің төменділігінің әсерінен жұғу процесі оңай болады. Және де жоғары тығыздықтың халық әсерінен, және де адамдардың санитарлық процесті дұрыс сақтамауының әсерінен бізде эпидемия пайда болып отырады. Ал пандемияның пайда болу себептеріне келетін болсақ, пандемияның басты болу себебі ол бізде халықаралық саяхаттардың көптігі. Яғни сыртқы ортадағы адамдардың жиі алмасып, қозғалыс процесінде жүріп отыруы бізде осы басты себептері болып саналады. Және де климаттың өзгерістері, және де интерконтинентальды байланыс жүйелерін айта аламыз. Одан кейін бізде жалпы эпидемия мен пандемияның тарихи оқиғаларына келетін болсақ, ең біріншісі бұл бізде, мысалы айтсақ, орта ғасырдағы қара өлім, яғни оба ауруын айта аламыз. Ол бізде Еуропа халқының 1/3 қырып салған болатын. Ол бізде 1918-19 жылдары испан тұмауы мысалы миллиондаған адамның өмірін қырды. Ал 20 ғасырға келетін болсақ, 20 ғасырдың соңында ВИЧ, яғни СПИД індеті әлемдік проблемаға айналған болатын. Ал 21 ғасырға, яғни біздің заманымызға келетін болсақ, ол кезде бізде яғни COVID-19 пандемиясы пайда болған болатын. COVID пандемиясына келетін болсақ, COVID пандемиясы 11 наурыз 2020 жылы денсаулық
сақтау ұйымы COVID-19 індетін пандемия деп жариялаған болатын. Яғни ол бізде көптеген елдерде карантин мен шектеу шаралары енгізілді, ал вакцинация вирустың таралуын тежеудің басты тәсілі болып саналған болатын. Ал пандемияның адамзатқа әсерін айтатын болсақ, пандемия бұл бізде адамзат үшін тек медицина қызметкерлері ғана емес, психологиялық салдарға да алып келген болатын. Яғни адамдардың өмір сүру салты, мысалы, қазіргі уақытта онлайн оқумен жұмыс істеу қалыпты құбылысқа айналған болатын. Ал кейбір елдерде тіпті осы ковидтің әсерінен жұмыссыздық артып, ал денсаулық сақтау жүйелері осы үлкен сынақтан, яғни тәжірибелер жиналып өткен болатын. Және де қорғану және алдын алу шараларына келетін болсақ, ең біріншісі бұл бізде медициналық маска тағу, екіншісі бұл бізде қол гигиенасын сақтау, үшіншісі бұл бізде вакцина алу, төртіншісі бұл бізде санитарлық ережелерді сақтау процестері. Және де эпидемиялық бақылау процестерін айтатын болсақ, ол бізде ауруларды тіркеу, мониторинг процесі, және де жүйелер зерттеулер мен анализ, жедел әрекет ету топтары, және де халықаралық алмасу мен мәліметтерді бөлісіп отыру. Жалпы Қазақстандағы тәжірибелерге келетін болсақ, ол бізде Қазақстанда COVID-19 пандемиясында қолданған шараларды айтсақ, мысалы, карантин, локдаун, вакцинация процестерін қолданған болатын. Бұл бізде денсаулық сақтау жүйесінің ресурстарымен және де тәжірибелесіне үлкен әсерін тигізді. Және де Қазақстандағы тәжірибеге пандемиядан сабақтар мен жетілдіру мүмкіндіктері іске асқан болатын. Жалпы мәселелер мен болашақ бағыттарға келетін болсақ, жалпы бұндай мәселелер бізде жаңа патогендік дайындық қалып келеді, және де үздіксіз эпидемиялық мониторинг қалып келеді. Және де үшіншісі бұл бізде тұрақты инфрақұрылым құру процесі, және де төртіншісі бұл бізде халықаралық ұйымдармен серіктестікті арттыру болып саналады. Жалпы қорытындылай айтқан кезде эпидемия мен пандемия тақырыбы өте ауқымды тарихи тақырыптардың бірі болып саналады. Олар осы адамдарға үлкен сабақ береді, және денсаулық сақтау жүйесін жетілдіруге көмек береді. Алдын алу, бақылау және білім деңгейін арттыру арқылы